Әрі қарай жалғастырамыз. Футболдан 10-шы облыстық біріншілік өз мәресіне жетті. Бірнеше айға созылған Аладоп бәсекесінде Жаңақорған құрамасы топ жарды. Сондай-ақ жасөспірімдер арасында өрбіген жеке мектеп ұжымдар қатысқан чемпионаттың жеңімпаздары белгілі болды. Жарыс жүлдегерлері мен үздік ойын өрнегін көрсеткен футболшыларды марапаттау Локомотив стадионында ұйымдастырылды. Соңғы жылдары аймақ футболының дамуында оң өзгерістер байқалады. Сала мамандары болашақ футбол әлемінің жұлдыздарын тәрбиелеп шығару үшін қолдарынан келгенше барын салуда. Атап айтқанда, бүгінде облыс орталығында бірнеше жеке спорт мектептері жұмыс жасап, доп теуіп жүрген балалардың шыңдалуына жағдай жасауда. Солардың бірі Наман ата спорт мектебі. Құрылғанына бір жыл уақыт болса да, мұнда тәрбиеленіп жүрген жас аяқ допшылар биік жетістікке қол жеткізіп келеді. 2006, 2007 және 2008-2009 жас ерекшелігі бойынша өткен жарыстарда Наман аяқ допшылары топ жарды. Наман командасының жеңісіне сүбелі үлес қосқандардың бірі Аленор Дәулетияров. Алаңда шабуылшының қызметін атқаратын ол 4 ойында 3 голдың авторы атанып, әріптестерінің көзге көрінуіне де жағдай жасаған. Команданың жарық жұлдызы болашақта Реал Мадридте ойнауды басты мақсат етіп отыр. Мен Наман ата клубының шабуылшысымын. Мен 10 нөмірде ойнаймын. Біз осы жарыста Азамат ағайдың арқасында, Азамат ағайдың тренировкасының арқасында, бізге поддержкасының арқасында біз осылай Қызылордада ЖКФЛ турнирінің бірінші орнына атандық. Енді біздің мақсат Астанаға барып бірінші орын алу. Мен осы турнирдің үздік ойыншысы болдым. 3 гол салып, 3 ассист бердім. Және де осындай бірінші орын алғаным үшін тренеріме рахмет айтамын, командама рахмет айтамын. Сағда ағайым бар, Ғалымжан ағай. Ол да бізге көмек берді. Ол да бізге осындай жақсы поддержка берді, ойынға настрой берді. Осы ағайыма және командама рахмет айтамын. Кішкентай кезімнен бастап Криштиану Роналдудың фанаты боламын. Оның соның ойынын көріп, соның менталитетін көріп өстім. Өзім сол Роналдуды ұнатамын. Алдағы мақсатым енді командамызбен бір мақсат ол Астанада чемпион болу. Осы бірінші мақсат Астанаға барып. Ал бұлай әрі қарай өзім жақсы профессиональный футболист болғым келеді. Криштиану Роналдудың фанатымын ғой. Реал Мадридті ұнатамын өзім. Сол Реал Мадридте бұйыртса ойнаймын деп үміттеніп отырмын. Өзім мақсатым сол, басты мақсатым кішкентай кезімнен бастап. Енді Реал Мадридте ойнаймын, иншалла. Сол бұйырсын енді. 2010-2011 жылдары туылған жасөспірімдер арасында өткен бәсекеде КГ ұжымы қарсылас шақ келтірмеді. Тимур Айтбаевтың шәкірттері барлық ойында жеңіс тойын тойлап, жарыс жеңімпазы атанып отыр. Айта кету керек, аймақ футболының дамуына өзіндік үлес қосып жүрген КГ футбол академиясында 10 жас ерекшелік бойынша 200-ден аса бала тәрбиеленуде. 2012-2013 жылдары туылған балалар арасындағы турнирде намыс ұжымның мерейі үстем болды. Заңғар Қазбек пен Елияр Бөгенбай бастаған футбол командасы 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар атанды. Мы должны их оттянуть от крыш и подвалов, чтобы они ходили, не слонялись просто так, а занимались футболом. Футбол — игра миллионов. Жасөспірімдер арасындағы футбол бәсекесі бұл тек спорттық сайыс қана емес. Сонымен қатар достық пен командалық рухты дамытуға мүмкіндік беретін бірден-бір спорттық жарыс. Әр ойыншы команданың бір бөлігі болуда және командаластарына қолдау көрсетуді үйренеді. Бүгінгі жарыста өнер көрсеткен жасөспірімдердің болашақта Асқат Тағыберген, Мақсат Байжанов, Марат Сәрсенов және Думан Нәрзілдаев сынды сыр футболының атақты спортшылары секілді болатынына кәміл сенеміз және соған жұмыс жасайтын боламыз. Айта кету керек, ұйымдастырушы тарап алдағы уақытта мұндай жарыстарды қысқа маусымда да өткізуді жоспарлап отыр. Олжас Дәуіт, Ерлан Жұматаев, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.